Азық-түлік қауіпсіздігі ауыл шаруашылығы саласына байланған Сенаттың аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті сессия барысында ауқымды жұмыс атқарды. Бұл орайда саланың дамуын заңнамалық тұрғыдан қамтамасыз ету мақсатында бірқатар заң қабылданды. Сенаттың аграрлық мәселелер, табиғатты пайдалану және ауылдық аумақтарды дамыту комитеті сессия барысында 2 заңды қарады. Ауыл аймақтағы өзгерістерге түбегейлі жол ашатын жұмыстар аясында комитет 11 іс-шара өткізіп, жұмыс барысын жүйелей түсті. Оның ішінде 2 үкімет сағаты болып, 3 өңірде арнайы көшпелі отырыстар өтті. Сонымен қатар жолданған депутаттық сауалдардың нәтижесін талқылап, өзекті мәселелерді шешу үшін тиісті министрлік өкілдерімен 6 кездесу ұйымдастырылды. Бүгінгі таңда біздің комитеттің депутаттары соңғы 1 жылдың өзінде 6 өңірге, 6 облысқа шығып, түрлі ауыл шаруашылығы, аграрлық салаға қатысты, одан кейін су шаруашылығына қатысты тақырыптар бойынша кездесулер өткізіп, шаруаларменен кездесіп, мәслихат депутаттарымен кездесіп, сол проблемалардың шешу жолдарын бірге талқылап, тиісті заңдарды қараған кезде сол жергілікті жердің ой пікірлері, ұсыныстары ескеріліп, сондай бір таза осы неге өндіріске бағытталған, өңірлерге бағытталған жұмыс жүргізіп жатыр деп айтуымызға болады.